Сәлем достар, барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге тойға шақырту жасау, яғни именно 60 жас мерейтойға қалай шақырту жасаймыз, соны көрсететін боламын. Экраннан көрінбей жатса, ютубтарыңызды бұрып, телефондарыңызды бұрып көресіздер және жоғары жақта настройка дегенді басып, высокое качествоға қойсаңыздар болады. Мінекей, біз InShot деген жоғары жағында да жазылып тұр, иә, InShot деп тұр. Осы InShot деген программаға кіресіздер. Новый дегенді басасыздар, плюсикті, сөйтіп біз жасайтын видеомызды таңдап аламыз. Бұндай шаблонды кез келген ютубтан немесе Pinterest'тен тауып алсаңыздар болады. Қазір мен осы шаблонға тексттерін жазып, шақыру билет жасайтын боламын. Қараңыздар, мына жерде бұл InShot программасы ішінде функциялары бар, иә. Мына жерде аудио, стикер, текст деп тұр. Әртүрлі мыналарды бассаңыз, жасап көре берсеңіздер болады. Мысалы, InShot программасы функциялары өте оңай. Мысалы, маған CapCut'қа қарағанда осы InShotпен видео жасаған өте оңайырақ. Мына жерде қию, скорс, жаңағы видеоның скорсын жасау, көптеген функциялар бар. Өте оңай функциялары. Енді бізге ең бірінші керегі текст деген. Мына жоғары жақта қараңыздар, мына жерде стикердің қасында текст деп тұр, иә. Осы текст дегенді басамыз. Сіздер мына астындағы бір ақ сызық тұр ғой, соны басу арқылы видеоларыңызды жылжыта аласыздар. Біз текстті қай жерге қоямыз, сол жерге осы ақ сызықты әкеп аламыз да. Мысалы, менде видео ашылды бүйтіп екі жаққа, содан кейін 63 жас деген шықты, одан кейінгі жерге мен текст жазуым керекпін. Текст дегенді басамыз, мына жерде кірген кезде жасыл плюс текст дегенді басамыз да, енді осы жерге біз сөзімізді жазып аламыз. Яғни кімді шақырамыз, соны енді өзіңізге байланысты аты жөнімен жазсаңыз да болады, бірақ негізі общий жалпылама түрде жазған дұрыс. Мысалы, құрметті ағайын туыс, бауырлар, дос жаран, құда жекжат деген сияқты. Осылайынан жазамыз. Құрметті ағайын туыс, бауырлар, құда жекжат, дос жарандар, алдын ала жазып алып, интернеттен қарасаңыздар да болады. Бұндай тексттер негізі дайын түрде интернетте тұрады, соны алып сайтите саласыздар. Менде кет қалды. Так, қайтадан жазайық. Так, құрметті ағайын туыс. Мына жерде араларына кәдімгі түсіріп, мына жерде enter бар ғой, enterді басып түсіріп отырасыздар. Өте тексттеріңіз ұзақ болып кетпесін, былай төмен қарай түсіріп жасаймыз, иә. Ағайын туыс, бауырлар, құда жекжат. Мен мына жерде теріп жатырмын. Әрбір сөзді жазып теріп жатырмын. Негізі алдын ала дайындап қойсаңыздар, уже вставить етіп жасап қоя бересіздер. Құда жекжат, дос жарандар, дос жаран, әріптестер және көршілер. Көршілер. Енді мына жерде галочканы басасыздар. Бізде уже текстіміз дайын. Екі саусақтарыңызбен ортада тұрғанды бүйтіп үлкейтіп жылжытсаңыздар болады. Енді мына жерде қараңыздар, цветін өзгертсеңіздер болады. Мына жерде мынандай да бар. Мысалы, мен жоғары жақтағы 63 деген санның цветімен бірдей қылғым келіп тұр. Мен соны мына жердегі қаламды басасыздар ғой, шет жағында, тексттің астында тұрған қаламды бассаңыздар, осылайынан істелінеді. Мысалы, осы түс әдемі сияқты маған. Енді сіздер шрифтін өзгертсеңіздер де болады. Мына жерде домалақ цветтің астында А деп тұр ғой, сол жерден несін өзгертесіздер. Шрифтін өзгертесіздер. Негізі InShot'тың ішінде көптеген шрифттар жоқ. Өздеріңіз былай телеграмнан басып алсаңыздар болады. Ішіндегі ең ұнайтын шрифт маған осы ғана. Енді осылайынан істейміз. Мына жерде енді анимация қойсаңыздар болады. Міне қараңыздар, астыңғы жағында входқа, жаңағы выходына қалай шыққанын қалайсыздар. Яғни сіздің сөздеріңіз әртүрлі жаңағы қимылмен шығады. Мен мысалы мынаны таңдадым, иә.
Енді осылайынан тұрып шет жағын тартасыздар, кішкене видеоны ұзарту үшін, сөзімізді. Енді қосып көрейік, мінекей. Міне мен осы уақыт аралығы, бұдан кейін уже тағы да плюс Т дегенді басып, текст дегенді басып, міне плюс Т-ны басып, тағы да ары қарай текстімді жазам. Енді біз сіздерді деп жазамыз, сіздерді дегенді сіз деп жазасыздар да, осылай мен жазып атқан сияқты жақшан ішін ашып дерді, сіздерді деп жазасыздар осылай. Асқар Таудай әкеміз Ғалиханның 60 жас мерейтойына арналған салтанатты ақ дастарханымыздың қадірлі қонағы болуға шақырамыз деп жазамын. Міне қарасаңыздар, текстім кішкене үлкен болып жатыр, оны жаңағы екі саусақтарыңызбен былай жақындатып, масштабын кішірейтеміз, ішіне сыйдырып. Қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Мінекей дұрыс болды. Галочканы басамыз. Бұл астында қарасаңыздар, жасыл кішкентай ғана болып тұр, біз енді осыны үлкейтеміз. Жақ шетін басасыздар да, саусақтарыңызбен істесеңіздер үлкейеді. Бір тексеріп аламыз. Мен осы жерге дейін ғана примерно 5 минут емес, даже 1-2 секундтай, әрбір тексті 1-2 секундтай қылып қойып жатырмын. Енді ары қарай той салтанаты енді өтетін уақытын жазамыз, болатын жерін жазамыз, сонымен уже той иесін жазғаннан кейін болды. Той салтанаты Ақтөбе 3 сәуір. Жоқ, былай жазсаңыздар болады. 3-4 күні, 4-04 4 сәуір 04-2026 деп қойып, астына сағатын жазамыз. Сағат 19:00 басталады. Болды. Бұл тексті да кішкене созамыз, 1 секундтай қылып ортасына қоямыз. Мен енді примерно көрсетіп жатырмын. Сіздер енді каждый деталін әдемілеп жасап істесеңіздер болады. Келесі мекен жайымыз деп жазып аламыз. Ақтөбе қаласы. Бота мейрамханасы. Так, енді мейрамханасы осылай істеп, мына жерде галочканы басасыздар. Бұны да кішкене созамыз. Бізде так өтетін жері жазылды. Енді той иелері деп соңына қоссаңыздар болады. Той иелері балалары. Ортасына қарай кішкене жақындатамыз. Мынау X деп тұр, сосын қалам сурет тұр ғой, сол қаламды бассаңыздар, бізде редактировать істеледі. Енді қосып көрейік. Мінекей мынандай болып шықты бізде. Әртүрлі анимация қойсаңыздар болады. Мен просто көрсетіп жатырмын сіздерге. Қалай жасау керектігін сіздер анимацияның әрқайсысын көріп, қайсысы келеді, қайсысы күшті болып көрініп тұр, соны қойсаңыздар болады.
Мгм. Болды. Мысалы мына жердің анимациясын өзгертіп жіберейік. Міне анимация деген не? Осының ішіне кірген кезде соңғы жағында тұрған домалақ. Мына жерде әртүрлісі бар. Өте көп. Қалайдан қозғалғанын қалайсыз сөздердің. Мына жерде жоғары жағында тұрған ақ бар ғой. Соны былай жылжытсаңыздар, баяулатып, скорысын баяулатып, я болмаса жылдамдататын. Бізге баяулап қалды, так, жылдамдап қалды. Так, қайтадан кіріп, мынаны до конца созайық. Сол кезде міне, как не сияқты өзінен өзі былай шығып жатыр, анимациямен. Қайтадан қосып көрейік. Мына жерде запись жасасаңыздар болады айтпақшы. Музыка деген ішінен. Енді музыка деген таңдап, алдын ала сіздер Google'дан қандай музыка қойғыларыңыз келеді, соны мысалы бұл жаңағы мерейтойға арналған шақыру билет болғандықтан сіздер Асқар тауым әкешім деген сияқты музыканы таңдап қойсаңыздар болады. Осы жерден қоясыздар музыканы. Пока мен қоймаймын. Болды, музыка қойғаннан кейін сіздердің шақыру билеттеріңіз дайын болады. Енді мына жерде бір ескеретін жайт, астында эншоттың значогы тұр, сол X-ті бассаңыздар, бесплатно снять дегенді басып, осы значокты міндетті түрде алып тастаңыздар, өйткені видеоның сәнін құртады. Мына жерде бесплатно снять дегенді басқаннан кейін реклама шығады. Менде шықты. Осы реклама шығып өтіп кеткенше күтесіздер. Мынау осылайынан жоғары жағындағы сары толып, содан кейін барып тағы да бір реклама шығады. Қазір көрсетемін мен сіздерге. Так, кішкене қалды. Енді мына жерде X шықты, осы X-ті басқаннан кейін көрдіңіздер ме, мына жерде эншот деген белгі алынып қалынды. Енді мына жерде бізде так, былайынан көріп алайық. Кішкене несі сөз жақындап кетіп, тексті басып. Мынау бізде неге фоны мынандай болып қалды. Бұны қалай дұрыстаймыз? Бұны мына жердегі host дегенге кіресіздер. Менде басында жаңа сіздерге host деген не екенін көрсетем дегенде жылжып кеткен екен. Осылайынан экранын тексеріп аласыздар. Жаңағындай қап-қара шығып қалмау керек артқа фонында. Болды, дайын. Енді мына жерде экспорт дегенді басып 1080-мен сақтап аласыздар. Сақтайтын кезде осылай реклама шығады. Осы рекламаны тоже өтіп кеткенше күтесіздер. Содан кейін барып қана сіздердің жаңағы шақыртуларыңыз, видеоларыңыз сақталады. Осылайынан шығады. Next дегенді басасыздар, жоғары жақтағы екеу шығады. Одан кейін X деген белгіден басасыздар. Болды, сіздердің 100-ге дейін толады, видеоларыңыз сақталады. Барлығыңызға пайдалы болсын иншаллах. Қазір міне 99 болады, сақталады. Қазір галереямызды тексереміз. Осы 100 болғаннан кейін сіздерде галереяға түсу керек. Галереяға кіреміз. Альбом ішінде эншот деп, өзі эншот деп жеке сақталып тұрады. Болды, все. Дайын болды. Шақыруларыңыз барлықтарыңызға сәттілік жасап көріңіздер.